Қайырлы күн, сіздермен Райхан. Бүгін мен сіздердің назарларыңызға осындай жұмсақ дәмді синабонидың рецептісін ұсынамын. Өте керемет жұмсақ болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін міндетті түрде қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құйып аламыз, жылы сүтімізді. Одан соң қантымызды, құрғақ ашытқымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап қатты араластырамыз, себебі қантымыз астында үйіп қалмауы керек. Араластырып болғанымыздан соң бетін жауып 5-10 минут қалып қоямыз. Осылай ашытқы көтеріліп опора болып шықты. Енді үстіне тұзымызды, одан соң ерітілген сары майымызды, 2 жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Араластырып болғанымыздан соң аз-аздан ұнымызды салып, басында венчиктің көмегімен, содан соң қолымызбен жақсылап қамыр илейміз, жұмсақ қылып. Асықпай біркелкі араластырып шықсаңыздар, қамырларыңыздың ортасында ұндарымыз түйіршіктеп қалып кетпейді. Енді толықтай ұнымызды салып, осылай қамыр илейміз. Енді бөлек алып аламыз да, үстіне сұйық майымызды құйып, қамырымызды дайындаймыз. Осылай жабысқақ болып шығады, бірақ көтерілуі, жұмсақтығы да қатты илеп тастасаңыз, қамырыңыз жұмсақ болмай қалуы мүмкін. Булочкаларыңыз қатты болып шығуы мүмкін. Сол үшін де қамырды міндетті түрде жұмсақ қылыңыздар. Бетін жауып 1-1,5 сағатқа алып қоясыздар жылы жерге. Енді ортасындағы салмасын дайындаймыз. Творогымызға қант қосып, осылай қасықтың көмегімен майдалап аласыздар. Қамырымыз осылай көтеріліп, әдемі болып шықты. Ашып, енді столымыздың үстіне жайып аламыз. Қамырымыз кәдімгідей бос болады. Жайған кезде столдың үстіне немесе оқтауыңызға жабысып қалуы мүмкін. Сол үшін үстіне ұн сепсеңіздер болады. Қамырымызды өте жұқайда емес, қалыңда емес қылып жайып аламыз. Жайып болған соң осындай маргаринімізді ортасына жағып шығамыз. Барлығы шетіне тигізіп, бір тегіс қылып жағып шығасыздар. Толықтай жағып болғанымыздан соң енді салмасын ортасына саламыз. Қаласаңыздар, корица қоссаңыздар да болады. Начинкасы өз қалауыңыз. Сүзбемізді бір тегіс қылып жағып шығамыз. Енді бір шеттен осылай видеода көріп тұрғаныңыздай орап шығасыздар. Соңына дейін орап болған соң, енді ашылып кетпеу үшін бір шетін алып осылай біріктіріп шығамыз. Енді 2 бөлекке бөліп аламыз. Одан соң осылай видеода көріп тұрғаныңыздай кесіп аласыздар. Толықтай барлығын кесіп болғанымыздан соң осындай ұнның үстіне бір тигізіп аласыздар. Себебі астынан суы шығып кетпеуі үшін. Сүзбеміздің суы шығып, күйіп кетуі мүмкін. Сол үшін де осылай ұн тигізіп алсаңыздар болады. Осылай табамызға жайғастырып болғаннан кейін бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Осылай көтеріліп шықты. Енді печкамызды 180 градуста қыздырып қоямыз да үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Осылай әдемі болып, қып-қызыл болып пісіп шықты. Өте жұмсақ, керемет болып шықты. Жасалуы өте оңай. Және де бір күн өткеннен кейін де осылай жұмсақ болып тұрады.
Енді бетіне сметана және сахарный пудраны қосып крем қылып жағып шықтым. Қаласаңыздар, жақпасаңыздар да болады. Екеуін жақсылап араластырып алдым да осылай жағып шықтым креміне. Одан бетер дәмді керемет болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен Райхан.